Бүгін Азия чемпионатының екінші күні. Қазақстан, Өзбекстан боксшылары бір-бірімен шашалаң төрін бөліседі. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Бүгін Қазақстан уақытымен 12:00-де Азия чемпионатының екінші күні өз жалғасын табады. Шашалаңға 57 және 60 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін ұлттық құрама боксшылары Асылқұлов Оразбек пен Жексен Бейбарыстар көтеріледі. Олардың қарсыластарына байланысты аздаған ақпараттарды назарларыңызға ұсынайын. 57 келі салмақ дәрежесі бойынша Асылқұлов Оразбек Азия чемпионаты барысындағы алғашқы кездесуі, яғни 1/8 финалдық жекпе-жегін өткізеді. Оған қарсы Малайзия мемлекетінің боксшысы Мохаммад Зулхайлан есімді боксшы. Ол 2022 жылы Иорданияда өткен Азия чемпионатында өнер көрсетіп, моңғол боксшысы Бояндалай Байархуға жеңіліп, Азия чемпионатын алғашқы айналымнан аяқтаған екен. Одан бөлек Зулхайлан осы жылы 60 келі салмақ дәрежесі бойынша әскерилер арасында Малайзия чемпионы атанған. Естеріңізге сала кетейін, Асылқұлов Оразбек үшін ересектер арасында бұл Азия чемпионаты оның мансабында алғаш рет. Одан кейін шашалаңға 60 келіде жастар арасында 3 дүркін Азия чемпионы Жексен Бейбарыс ересектер арасындағы алғашқы Азия чемпионатына қатысқалы отыр. Бейбарыс үшін Азия чемпионатындағы алғашқы қарсылас өзбекстандық 22 жасқа дейінгі Азия чемпионатының жеңімпазы Дилшот Абдумуратов. Бұл боксшылар арасындағы кездесу қарымта жекпе-жек, яғни реванш. Олар осыған дейін 2023 жылы Елорда кубогының турнирінде жолдары түйісіп, өзбек боксшысы ұпай санымен жеңіске жеткен болатын. Бірақ ол жекпе-жекте қызыққа толы, тартысты болған еді. Бүгінгі олардың кездесуі де үлкен бәсекелестікке толы болатыны сөзсіз. Одан кейін көп нәрсе өзгерді. Бейбарыс Жексен ересектер арасында Қазақстан чемпионы атанып, осы салмақтың тізгінін ұстады. Одан кейін де Қарақозы Абдалиевті еске алуға арналған осы Азия чемпионатына іріктеу турнирінде өзінің Қазақстандағы осы салмақ дәрежесі бойынша ең мықты боксшы екенін қайтадан дәлелдеген болатын. Қазақстан мен Өзбекстанның боксшылары арасындағы кездесу, футбол тілімен айтқанда, нағыз эль классико. Отандасымызға сәттілік тілейміз. Бабы мен бағы қатар шапса, бүгін шашалаңға көтерілетін қос боксшымыз де жеңіске жететініне сенімдімін. Боксшыларымызға жеңіс тілеп қойыңыздар. Жеңіс сәттер көп болсын. Қазақ бокс жасасыңыз.